Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және студенттер. Бүгінгі экономикалық квест ойынымызды бастаймыз. Мақсаты студенттердің білімге деген құштарлығын арттыру, қызықтыру арқылы білімін тереңдету, зияткерлік қабілетін дамыту. Қиялдарға самғап ұшқан құстарымыз, шегінбейміз жеңістерге бастаймыз. Таныстыру. Көрсетіп оймен білім мол ақпарың, шар бол деп бізге бүгін жаратқаның. Қашықтықтан бақ сынап біз көрейік. Танытып бойда үлкен талап барың. Таныстырсақ өзімізді одан дәрі. Біз боламыз болашақ есепшілер қоғамдағы. Қарағанды жоғарғы болашақ колледж студенттері, есеп және аудит мамандары. Тобымыз бар 7 арудан құралған, алда күтпек мақсат пенен оларман. Айжан Балауса Даяна аудит тілін меңгерсе, Дария Дилназ Ақтоты Диана есепті оңай шығарған. Елдегі жайт қалмайды алаңдатпай, әрекет ету керек бағамдап сай. Бүгінгі ойында бақсынайық, қашықтықтан құр босқа қарап жатпай. Дағы банктік шоттар теңгемен ақша қаражаты актив, төленбеген капитал пассив, ғимараттар актив, есепті жылдың табысы пассив, машиналар мен жабдықтар актив, көлік құралдары актив, қысқа мерзімде берілген аванс пассив. Өнімнің түсімі дебет 10-30, кредит 13-30 болды. Ал сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің түскен қаражат дебет 10-30, кредит 12-10 болды. Кәсіпорын кассасынан түсті ағымдық банктік шотқа 10-30 дебет болды, 10 кредит 10-10 болды. Банктен қарыз түсті, ол дебет 10-30 болды, кредит 30-10 болды. ЖШС Ардақтан негізгі материалдар түсті. Ол жерде дебет 13-10 болды, кредит 33-10 болды. Қосылған құн салығын табу үшін біз оны 12-ге көбейтіп 112-ге бөлеміз. Онда 439,129 шығады. Ол дебет 12-10, кредит 31-30. Ана тілін арын бол, ұятын боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тілінді құрметте деп, Қадыр Мырзалиев ағамыз айтқандай, Қазақстанымыздың экономикасының артуына тілдерді дамыту, білікті маман болу үшін тілді меңгеру керектігін елбасымызды айтып кеткен. Ендеше келесі кезең шетелге ұшамыз бөлімінде экономикадан берілген сұрақтың жауабын тауып, оны орыс және ағылшын тіліндегі аудармасын айтуы керек. Сатып алушы мен сатушылар кездесетін жер? Рынок, нарық және маркет. Мемлекеттің экономикасының тоқырауы? Дағдарыс, кризис и крайсис. Еш қашанда бәрін білемін, енді маған бұдан артық үйренетін ештеңе жоқ деп санаушы болма деген Зеленскийдің сөзімен экономикалық квест ойынын аяқтаймыз. Білім алудан кеш қалмаңыздар.